Кайырлы күн достар, сіздермен Арайлым. Бүгін сіздермен шабдалы қосылған пирогтың рецебімен бөліскім келеді. Сіздерге дайындауға кеңес беремін. Барлық ингредиенттерді осы видеоның астына жазып қоямын. Алдымен консервідегі шабдалыны қағаз сүлгіге шығарып алып, артық суынан арылтамыз. Бізге артылғаудың қажеті жоқ. Пирогымыздың беті үгітілмелі қамырдан тұратын болады. Алдын ала салқынатылған майды ұнға батыра отырып үккіштен өткіземіз. Сонында қантты қосамыз да үгітілмелі қамырымызды жасаймыз. Қамырымыз дайын болған соң оны тоңазытқышқа қойып қоямыз. Шабдалыны осындай ірі бөліктерге бөліп турап аламыз. Қамырымыздың құрғақ ингредиенттерін алдын ала араластырып аламыз. Ұнға қант, қопсытқыш, ваниль қанты, аздаған тұз қосамыз. Енді сұйық бөлігін араластырамыз. Сүт, жұмыртқа және күнбағыс майын қосып, миксермен жақсылап тұрып жайлап араластырамыз. Осы қоспамызға бағанаға құрғақ ингредиенттерімізді 2 не 3 бөлікке бөліп, жақсылап жайлап араластырамыз. Алдын ала майланған формаға сұйық қамырымды құйып алып, шабдалыны осылай батырмай жайлап тізіп шықтым. Ең соңында тоңазытқыштан үгітілмелі қамырымызды алып, бетіне осылай саламыз. Пирогымызды қызып тұрған пешке 180 градусқа 40-50 минуттай пісіреміз. Ал біздің пирогымыз дайын болды. Пирогтың дәмі өте керемет, әрі тез дайындалады. Беті қытырлақ, асты жұмсақ, балғын. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің отбасыма ұнады. Қош, сау болыңыздар.